Көркем жазу сабағының 9-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі 9-шы сабақта біз з, ч және ш әріптерін көркем жазып үйренетін боламыз. Кеттік ендеше. З әріпін жазамыз. Үстіңгі бөлігінен бастаймыз. Көлбеу түзудің бойымен төменге қарай, төменгі түзуге дейін түсіп, төменгі түзуден тағы да төменге қарай түсеміз, бауын байлаймыз. Біздің з әріпіміз. Екі ашықты ұстаймыз, келесі з әріпін тағы да жазамыз. Тағы екі ашықты ұстаймыз, з әріпін жазамыз. Енді ч. Үстіңгі бөлігінен төменге қарай көлбеу түзудің бойымен түсеміз. Қолын міндетті түрде созамыз. Келесі тағы да ч әріпін жазамыз. Енді ш, щетка. Алдыңғы сабақта біз ш әріпін жазып үйренген болатынбыз. Дәл солай бірінші тармағын жасаймыз, екінші тармағын жасаймыз және үшінші тармағын жасаймыз. Одан кейін оның аяғын саламыз, яғни төмен қарай түсіп, бауын байлаймыз. Екі ашық тастап, келесі ш әріпін жазатын боламыз. Енді әр жолақшаны, жазу жолақшаның соңына дейін жазу ережесін сақтай отырып, толтырып жазып шығамыз. Енді сөздерге мысал келтірейік әріптерімізге. Аз. Қолын созамыз, келесі әріппен байланыстырамыз. Екі ашықты ұстаймыз. Ч, чемодан. Келесі щетка.